Шежіре ауқымы кең мына дала, қарамас адамзатты бөліп дара, 60-қа келіп отыр бүгінгі күн, қарапайым қара үйде туған бала. Ол Бәйдібек ауданы Жиенқұм елді мекенінде қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Әмірәлі сол өңірге белгілі азаматтардың бірі еді. Анасы Бибіхан Құрақбай қызы көрген білгенін артынан ерген балаларына үйретіп, жастайынан құнарлы тәрбие беріп, еңбекке баулыды. Әке өнегесін көріп, өмірдің мәні адал еңбекте екенін бойына сіңіріп өскен Ділдахан Әмірәліұлы Ахметов ізденгіш, еңбекқор болып, ат жалын тартып азамат болып жетілді. Балалық шақты артқа тастап, қолына аттестаты тиісімен Шымкент қаласындағы энергетика техникумын, содан соң Алматы энергетика институтын бітірді. Жоғарғы оқу орны қабырғасында сырдың хас сұлуымен танысып, 1984 жылы шаңырақ көтерді. 1981 жылы мен энергетикалық техникумға оқуға түстім. Ол кезде техникум деп айтатын, қазір кезде колледж дейді ғой. Сол техникумда екеуміз бірге оқыдық, параллельный группада. Бірге оқып, достасып жүріп, техникумды бітіріп, диплом алғаннан кейін 84 жылы біз үйлендік. Ділдахан Әмірәліұлы өмір жолында кездескен қиындықтарға мойымады. Ең бастысы адамдық қалпынан айнымады. Адамгершілік қасиетін жоғалтпады. Ойға алғаны оңынан оралып, қызметте тасы өрге домалады. Қызылорда қаласында 3 бағытта қызмет ететін ірі компанияларды тізгіндеді. 30-да орда бұзып, 40-да қамал алды. Білікті басшы, абыройлы, ел сыйлайтын, халық қадірлейтін азаматқа айналды. Өйткені мінезсіз адам көп қамал алмайды ғой. Бұл кісі енді 30-да орда бұзып, 40-да қамал алған кісі ғой негізі. Шындығын айтқанда. Оны енді ел де білет, жұрт та білет. Қазақстан түгілі жаңағы айтып отырмын ғой, жаңа бұрынғы СНГ бәрі білет ол кісіні. Біз енді отау құрғаннан кейін, қалаға көшіп келгеннен кейін, бұл кісі бірінші нан заводында жұмыс істеді. МРСХО деп айтатын, Аткорм совхоз деп айтады, мал бордақылау совхозы. Сол жерде жаңағы бас энергетиктің орны бос, сіз сол жерге лайықсыз деп, ол кісіні сол жерге қызметке алып кетті. 96 жылы біздің Шымкент облысын бәрі біледі, халық қараңғылық басты ғой. Свет жоқ болды, пенсия уақытында таратылмады. Сол кездерде бұл кісі Шымкентке жарық әкелем деп, Өзбекстан Термез асып, анау Ауғанстанмен шекараға барып, сол жерден жаңағы үлкен электростанциялар алып келді Шымкентке. Жарының асқар тауы балалардың арқа сүйер тірегі. Салиқалы ұрпақ тәрбиелеп отырған ардақты әке. Осындай тасы өрге домалаған азаматтың басына қонған баққысы Гүлмара Сражден қызы. Әкеден көрген өнеге мен анадан алған тәлім балаларының өмірлік бағдаршамы болды. Өтпелі кезеңде жүдеп жадай бастаған ауылдың қисаған көшін түзеп, алғашқылардың бірі болып жанашырлық танытқан да Ділдахан Әмірәліұлы Ахмет болатын. Алдымен ауыл сыртындағы қорымды мал баспау үшін қоршатып, Құран бағыштауға келетін жандарға арнайы бастырма салдырды. Содан соң имандылық ұясы Алланың үйін тұрғызды. Ауылдың негізгі жолын жөндетіп, өзі білім алған, орта мектепке жасаған көмегі көптің көз алдында. Оның азаматтық болмысын, ел жұртқа жасаған жақсылығын кәрі құлақ ауыл тұрғындары жыр қылып айтып отырады. Ділдахан ініміздің 60 жасқа толып атқан тойында отырмыз, айналайын. Айналайын Ділдахан, 60-қа жасқан жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, айналайын. Мен енді сен туралы айналайын Ділдахан, 60 жасқа толған туралы кішкене мен бір өлең жазып келгем, сол тойда осы өлеңін оқиын деп әдейі алып келіп оқып отырмын. Құда қаласа осы той қыластым, тойдан кейін мұмарасын айналайын.
60 жас асқары тауман тең, өмірдің мөлдіреген ағын суман тең, жүрісің тайбұрудың жүрісіндей, мінезің президенттің бейнесіндей. Жарық күнге әңгәләп келіп едің, жан жағыңа бұрылып қарап едің, текті жерден жарқырап өсіп өндің, түм нағашың тілеуке батыр екен. Әкеңнің сол уақытта қуанғаны, Бибі ханның әкеңнен сүйінші сұрағаны, ер жігіт болып өссің деп тілегені, бір Алладан шын жүректен сұрағаны. Айналайын Ділдахан, өмірің әр уақытта ұзақ болсын, денсаулығың мықты болсын. Үйде келінменен бірге отырып, балдарыңды тәрбиелеп, сол балдарды әділдікке жеткізу сендердің міндеттерің, сол міндеттерді тілектесіп жүре берейік. Тойың той қыласың, тойдан кейін болмасын. Қымбатты менің бауырым Ділдахан, мінекей бүгін күні сенің дәріптеуге ел болып, Құда қаласа сенің істеген жақсылықтарыңды дәріптеп жатырмыз. Құда қаласа айналайын. Өзіңнің салып берген мешіттің мінекей 5 уақыт намазда, әр уақытта осы жерде Аллаға құлшылығымыз жасап, бір өзіңе тілеу тілеп жатырмыз. Алла өміріңді берсін, Құда қаласа. Ел деп туған бір азаматсың, Құда қаласа. Сол өміріңді Алла берсін, денің сау болсын. Ауылдың еңбекке жарамды бөлігі Ділдахан Әмірәліұлының компаниясында еңбек етті. Жалпы ауылдың арасында мәселе туындап қалса, арқа сүйейтін азаматы бар екенін елді мекендегі ағайын жақсы білет. Қазір Жиенқұм ауылының көмбезін арайлы күн шалып тұр. Болашаққа деген сенімі мықты. Береке үйрер бірлік бар. Қаумаласа қарбанып, баянды болашаққа бет алған ата қоныстың түтіннің түзу шығуына елін сүйген, жұртын қадірлеген Ділдахан Әмірәліұлы сынды бітімі бөлек азаматтардың жанашырлығы сеп болып тұр. Ал Шымкент қаласындағы сәулеті мен сәні жарасқан рухани орда, Сіргелі мешітінің жанынан 500 адамға лайықталған үлкен асхананың ашылуы да мегаполис тұрғындары үшін үлкен қуаныш болды. Құрылысшының қалағынан жаңа шыққандай етіп салып берген асхана ешбір салтанат сарайынан кем түспейді. Барлық қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл ғимаратта бүгінде түрлі діни, дәстүрлі шараларға, атаулы күндерге орай ас беріледі. Бұл Ділдахан Ахметов демеушілік жасаған тірліктердің бір парасы ғана. Ол енді Ділдахан, бір қасиетті Ділдахан, қай жерде болсын, мектепте болсын, спорт жарысында болсын, қандай жұмыста болсын, басқа болсын, ол жаңағы қой бастаған серке құсап, алға түсуге, алға ұмтылып жүретін өзі. Артынан жігіттерді, өзінің қатарларын, жастарды ерте білетін, сондай бір қасиетке ие, сондай жігіт, үлкен жүректі азамат. Біраз жыл болды жазылмаған ата-бабаларымыз, балдарымыз, ұрпақтарымыз келесі ұрпаққа білсін, қандай адам екен біліп жүрсін деп же жаздырып, соны бастама қылып, бәрін бастырып, жақсылап жұмыс істеп жатыр. Міне Құда қаласа осындай жігіттер, осындай үлкен жүректі азаматтар көп болса, біздің елімізде бұдан да үлкен гүлденіп, үлкен дәрежеге жете берер еді. Ділдаханның азаматтық, ағайындық көзқарасын бір кісідей, бір ұстазындай жақсы білемін. Бәлкім Ділдаханның көптің қызметтіші болғандығын, елге жақсылық жасағанының, ол үйдегі Гүлнара келіннің де әсері болуы мүмкін. Жиенқұмнан 14 ғылым кандидаты, 4 ғылым докторы шыққан ауылымыз. Біз нәйеті 1,5 мыңдай халқы бар, 130-дай үйі бар, осындай елден көп ғалымдар шығып жатыр. Соның бірі әрі ғалым, әрі қоғам қайраткері Ділдаханды мақтан тұтамыз. Мынау жасың
50-ден асып 60-қа келген шақта бір тауды жарып тасты қопыратындай ондай қабілет адамнан уже саябырси бастайды екен. Әкем жарықтық айтпақшы, қой үстіне бойсорғай жұмыртқалайтын бір жақсы кездер алдымызда бар шығар. Сол кездерді де көзім көрсе, осы өсіріп атқан ұл-қыздарым, немерелерімнің солардың осы шат заманда жақсы өмір сүріп, өзінің халқының тарихымен ата жолымыз қайтып оралса, халқым аман болса, жұртым тыныш болса, Алла тағала осы берген бағынан ажыратпаса деп армандаймын. Асқаралы